Келесі сөзді осы жерде отырған мына Ермек Албан деген мырзамыз бар. Алаш арландары ұлт жанашырлар төрайымы. Бұл кісі де атсалысып міне осы дөңгелек үстелді, осы конференцияны бір жағынан бірігіп жасап, бірге ұйымдастырып жасап жатқан ағамыз. Армысыздар, құрметті қазағым. Ермек Албан, Алаш арландар қозғалысының жетекшісі, билер одағынан Алматы қаласының бас биі. Мына жерде құрметті бауырлар, біріншіден мың алғыс айтатын қарындасыма осындай үлкен мәселені, зиялы қауым көтеретін мәселені жалғыз өзі көтеріп шапқылап жүр. Мың алғыс. Осы жерге келіп отырған әрқайсы әпкелеріме, бауырларыма, ағаларыма айтатын, сіздер тектеріңіз болғаннан кейін, тегіңіз болғаннан кейін осы жерге келіп отырсыздар. Әрқайсыңызға рахмет айтамын. Сонымен қоса енді мына жерге айтып кететін, осы мәселенің бәрін зиялы қауым көтеру керек еді. Осы жерде жаңа көбін көріп отқан жоқпыз. Осындай кезде көтеру керек. Ал енді зиялы қауым деп өздеріңізді санамай қойыңыздар. Егер де халықтың мәселесін осындай кезде шешпесеңіздер, осындай кезде айтпасаңыздар. Сөздеріңіз 5, ертеңгі күні бәрі түзелгеннен кейін сіздердің сөздеріңіз 5 тиын болады. Ашығын айтайық. Бұл жерде қазір енді мына мәселе ірің болып шығып тұр қазір. Мына халықтың бетіне қазір шығып отыр да. Мынаны қазір түземесек, ертеңгі күні кеш болады. Мына ең бірінші бұл мәселені қалай түзейміз? Ең бірінші ол өзіміз сыйлауымыз керек. Қазақ өзін сыйлау білу керек. Ол үшін біз өз тілімізде сөйлесуіміз керек. 5-10 жігіт тұрсақ, бір орыс келсе бәріміз орысша сөйлейміз. Ол дұрыс емес. Бәріміз тіл кемесе де, чүлдірлесең де жаңағы басқа ұлтты, ол керек, ол бәріміз орысша сөйлегеннен кейін олар біз үшін қазақша сөйлемейді. Осы жерде аталары, әкелер туып өсіп отырып, осы жерде олар қазақша білмейтін өте көп азаматтар. Неге десек, бәріміз орысша сөйлейміз. Соны доғару керек. Бәріміз қазақпен қазақша сөйлесек, басқа ұлттар болса да қазақша сөйлеп, біз өзіміздің деңгейімізді көтеруіміз керек. Ол бір. Екінші, ұлттық киім. Біз өз ұлттық киімімізді үлкен жоғары дәрежеге көтеруіміз керек. Мына түркмендерді алайық, басқа ұлттасақ та өздерінің мектептен бастап ұлттық киімдерін киіп жүреді. Ол өте керемет. Қазір біздің мектепте қыздарды алсақ, кішкентай чолақ көйлекпен біздің қыздарымыз жүр. Өте дұрыс емес. Содан кейін жаңағы ол неше түрлі жаман әрекетке апарады. Сол үшін мына өкімет басына да талап ететініміз, мына ертеңгі күні біздің ұл қыздарымызды осылай ұлттық киіммен кидіру керек. Әрқайсысын. Сонымен қоса мына енді Тоқаев мырзаға талап етеміз. Мына біздің бүткіл мынаның бәрін бақылап отқан министр Дәурен Абаев мырзамызды көргелі бері ең бірінші сөзі ол қазақтарды пешерный адамдармен теңеп отыр. Ондай адам мына мәдениет министрлігін ол басқармау керек. Өте ұят жағдай. Жаңағыда көрсетіп отыр ғой, видеода көріп отырмыз. Үлкен кісілердің сөзін тыңдамайды. Жас бала сияқты жаңағы сөзін жаңағы келемеждеп өте жаман нәрсемен жаңағы өзіне үлкен кісіне жаңағы үлкен кісіне ол кішкентай бала сияқты ойнап отыр. Ол өзінің достарымен ойна. Көшеде біреумен жаңағы туысқанымен ойна. Ал сені сайлаған, сен сайлаған жоқпыз ғой. Одан үлкен халықтың үлкен кісіні сыйламағаннан кейін ол ондай кісі қақысы жоқ министр болуға. Сол үшін Қасым-Жомарт Тоқаев мырзадан талап етеміз. Осы жерде біз халықтың өкілдері отырмыз. Мәдениет министрлігі өз ісіне сай емес. Сол үшін ол кісі орнынан кету керек. Ол бір. Сонымен қазір бізде қазір бәріміз көріп отырмыз ғой. Сценада да, телевидениеде жаңа боқтау сөздер өте көп айтылады. Цензура жоқ. Бұрын кезде мына біздің бір министр атамыз осы жерде Қазақстанда болған, казахи бараны деген үшін Алла Пугачеваны Қазақстанға кіргізбей болған. Сол сияқты бізде мықты азаматтар министр болу керек, соңғы цензура болу керек. Киркоров сияқты тыжалаңаш тұрсымен шығатын азаматтарды алдын ала білу керек. Қандай сценарий болады, не болады, соның бәрін сараптап барып өткізу керек жаңағы. Содан кейін біздің азаматтар егерде қазақтың киімін, қазақтың туын, қазақтың намысына, ар намысын таптайтын жаңа іс-әрекеттер жасса, олар административный штабпен бірнеше жаңа күнге түрмеге отырғызылу керек. Біз сөйтіп қана түзей аламыз.
қатаң несімен. Сол енді мына жерде мына өте өкінішті, осынша үлкен мәселені кішкене ғана адамдар осы жерде жиналып отқанымызға өте өкінішті. Енді сол біз қазақтың салт дәстүрін көтеру үшін ақсақалдар билер алқасын құрып отырмыз. Қазақстан бойынша қазір заңдастырдық. Ауылдарда, аудандарда, облыстарда қазір құрастырылып жатырмыз. Мектептерге барып, колледждерге барып, жаңағы өсіп келе жатқан балаларымызды мектептен бастап, колледждерден бастап, Алғатай бауырымыз бар, 5000 жігіт тобының жігіттері бар, барып өсіп келе жатқан қазақтың ұл қыздарын үйретіп отырмыз. Қазақ қандай болу керек, қандай іс-әрекет жасамау керек, соны айтып үйретіп отырмыз. Сол сияқты әрқайсымыз айтатында бүткіл Қазақстан бойы ақсақалдар билер алқасы құрылу керек. Өкімет шешпеген мәселені сол ақсақалдар билер алқасы шешіп отыру керек. Сонымен айтады, ұлттық құрттың келсе қызын құрт дейді. Қазіргі кезде қыздарымыз жалаңаш, бүткіл неде жүр, ютубта жүр, фейсбук, инстаграмда өздерін жалаңаш күйінде көрсетеді. Сөйтеді ғой, ертең күні біз әрқайсы қазақтың қызы, ертең қазақтың болашағы, ертең күні олар аналар, ертең күні олар қалай ұлдарын, қыздарын жаңағы не қылады, тәрбиелейді. 50-60% қазір ажырасып жатыр. 50-60% ажырасып жатқан қыздардың жаңағы бала шағаның бәрі қыздарда қалып жатыр. Аналарында қалып жатыр. Ол ертең күні 2-3 жұмыс істеп жаңағы балаларға тәрбие, әке тәрбиесі жоқ. Сонымен қазір неше түрлі ЛГБТ анау деген сияқты ұйымдарға қосылып кетіп жатыр. Сол сияқты мына билер алқасы жан-жақты соны қарастыру керек. Мына аналар бар, ажырасатын жаңағы нелердің бәрін сотқа емес, бірінші сол билер алқасынан, аналар алқасынан кеп жаңағы сол жерден өту керек. Сөйтіп барып біз татуластыруымыз керек. Бір болмайтын іс-әрекетке кейбір кезде аналар болады да ішіме сыйғам сыртыма сияды деп алып кетеді. Сөйтіп екі жастың ортасында суытта ертеңгі күні сол бала шағасы сол әкенің тәрбиесі өседі. Сондай ол үлкен мәселе, үлкен қасірет 50-60%. Кезінде біз аталарымыз қайтып тәрбиеледі. Ұят болады, жаман болады, обал болады деп ұшақ нәрсемен тәрбиеледі. Сол Совет өкіметінде өскен біздің ешкім ажыраспады да ол кезде. Ұят болады деп ажыраспайтын. Қазақ сол ұяттан біз қазір жұрдай болдық. Намыс жоқ, ар деген нәрсені вообще ұмытып кеттік. Өте дұрыс емес. Сол үш нәрсені біз қолдауымыз керек, қайтадан бастауымыз керек. Келесі ұйымда, келесі жолы бұдан да көп әрқайсысына жаңағы зиялы қауым деп өздерін санап жүрген азаматтарға айтатынымыз, осындай жиында сіздер отыруларыңыз керек. Мына Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев мырзаға айтатын, жаңа Қазақстан құрғыңыз келсе, бұрынғы адамдардың несімен сіз жаңа Қазақстан құра алмайсыз. Жаңа Қазақстан құру үшін мықты елім жерім деген азаматтар отыру керек. Сол кезде ғана өзгереді. Сол енді құрметті бауырлар, айтатын мәселе көп, бірақ енді кішкене уақытты тәмамдайық. Мың алғыс бәріңізге келгеніңізге. Қазағым бар болсын, қазағым намысты болсын. Жақсы ойлайық, жақсы сөздер айтайық. Сол кезде біз өсіп өнеміз. Қой үстінде бозторғай жұмыртқалайтын заманға бәріміз аман есен жетейік. Рахмет. Ал енді үлкен ақсақалдардан бата сұрасақ, аумин. Құлгөрім ата. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Сансыз хаматтар мен мадақтар екі дүниенің иесі мәңгілік Аллаға болсын. Сансыз салауат пайғамбарымыз Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи уассалам болсын. Алланың берген күллі нығметіне шүкір. Я Рабби Алла, біздің басымызға мемлекет бердің. Бізді соған лайық ұлт қылдың. Енді Аллахым тағалам, одан біз лайықсыз болып қалудан сақта. Үрім бұтағымызды сырат-ал мұстақым жолыңа салып, осы елді қияметке дейін аман көк туды ұстап, аман есен өзінің хақ жолында жүріп, жететін сондай салиқалы үрім бұтақтан ет. Және осы мемлекетімізде болып жатқан осы келеңсіз істердің барлығының оң алуын нәсіп ет. Ла хаула ва ла қуата илля биллахил ғалил ғазим би рахматика я архамар рахимин. Амин. Аллаху акбар.